күндей мектебім, шашатын ертеңіме жарық партадан құлсыздық аспанға. Күн құрметті Тайымбет Мекбаев атындағы номер 200 мектеп лицейінің YouTube арнасының көрермендері, сіздермен бірге мектеп лайф бағдарламасының жүргізушілері Ерлепес Мейірім және де Жайлаубаева Еркемай. Алдыңғы эфирде уәде еткеніміздей, мектебіміздің көрікті де көнекті жерлерін таныстыруды жалғастырамыз. Қызықтан құр қалғырғаныңыз келмесе, бізбен бірге тарихы, әдебиеті шоқ халықтың дүниеде өмір сүруі, ұлттығын сақтап, үлгеру басуы қиын. Әдебиеті, тарихы жоқ халықтар басқаларға сіңісіп, жұтылып жоқ болады. Қандай жұрт болса да, жаны әдебиет деп қазақтың аса көрген ағартушы Міршах Дулатұлы айтқандай, бүгінгі эфирді артында өшпес мол мұра қалдырып кеткен әдебиет өкілдеріне арнаймыз. Мектебіміздің 3-ші қабаты халқына еңбегі сіңген, қазақты қараңғылықтан құтқарып, білім нұрын төккен қоғам қайраткерлеріне арналған. Қазақ халқының басына қиын қыстау күн туғанда, бойына батылдығын жиып, бір жағына бас, бір жеңіне қол шығарған, надандықтан адамдыққа түзген ұлы тұлға ұлт зиялыларына ұлықтау, ұрпақ алдындағы борышы. Құлсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға жетеміз. Бұл стенділердің іліну мақсаты өскелең жас өрендердің елі үшін еміреніп, ертеңіне алаңдағы қайраткерлердің білінуі, ұғынуы, үлгі алуы болып табылады. Міне достар, бүгінгі эфирімізді де өз мәресіне жетті. Мұнымен мектеп лайф бағдарламасының қызықтары біткен жоқ. Әлі де сіздермен таңсық тосын сыйларымыз бар. Мектеп лайф бағдарламасының келесі эфирлерін жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Біз асқарға